Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен 10 мыңға веб-маниден вымыз алатын боламыз. Ол үшін біз вымыз осы жерде тұрады. Сіздерде енді бастап жатқан болсаңыздар 0 деп тұрады. Мен алтын сатып алғанмын. Енді қазір сатып алатын боламыз. 10 мыңға сатып алатын боламыз. Ол үшін біз пополнить түймесін басасыздар. Через Exchanger Money все вариантын таңдайсыздар. Енді біріншісін таңдайсыздар, себебі біз картадан аударатын боламыз. Қазақстан теңгесін таңдайсыздар. Вымызы Қазақстан теңгесі. Соған қараңыздар. Енді біз дайындарын сатып алатын боламыз. Бұл жерде покупка вымызы за теңге деген бұл жерде біз сатып алатын жер. Егер бізде вымызы болатын болса, сатамыз. Ол астында продажа деген жері. Сіздерде артық вымызы болатын болса, сатсаңыздар болады. Осыларды дайындарды таңдайсыздар. Сата бересіздер. Енді біз сатып аламыз. Дайындарын сатып аламыз. Енді мына жерге суммасын жазамыз. Қаласаңыз вымызымен жазсаңыз болады. Қанша вымызы керек болса. Или қанша ақшаңыз бар, соған қарай жазсаңыз болады. 10 мың теңге деп жаздым. Қазір обновление болған. 20 мен 300 вымызаны сатады екен. Ең минимальный, максимальный сататындарын жазатын болған. Бұл жерде, мысалы, 10 мың алатын болсақ, соның ішінде бар. Кейін сатып алғанда ең біріншісін таңдай беріңіздер. Ең біріншісі ең арзаны болып саналады. Кейін өздеріңіздің карталарыңыз қандай, соған қарай сатып алыңыздар. Мысалы, народный картаңыз бар болса, народныйдан сатып ала бересіз. Народныйсы бар. Менде Каспий банк. Народныйда бар. Себебі айтып жатқаным, комиссиясы бар. Төлегенде ақшасын төлейсіздер ғой енді. Вымыз сатып алғанда. Сол үшін комиссиясы бар. Қымбаттау түсіп кетуі мүмкін. Егер мысалы сізде Каспий банк болып, народный таңдайтын болсаңыз, енді менде народный бар. Біріншісін таңдайтын болам. Не шықты? Енді қараймыз. Формальный аттестат екен. Осыларына қарап шығасыздар. 4 айдан бері жұмыс істейді екен. 5 минутта сізге вымызы тастайды екен. Подтверждение 2 минутта береді екен. Соған қарайсыздар. Енді сізге қанша вымызы, біз қазір 10 мың алатын болғандықтан теңгесін жазамыз. Вымызы өзі шығады. Мысалы, 10 мыңға қанша келеді? 10 мың жаздым, 24-те 65 келеді екен. Енді ол үшін подать встречный заявку дейсіздер. 10 мыңға сатып алам деп жатырсыздар. Енді бұл жерде, мына жерінде банковский номері шығады. Соны үстінен басасыздар. Үстінен бассаңыздар, полный болып, копировать етіп, народныйға кіріп, сатасыздар. Кейін оны скриншот жасап аласыздар да подтвердить перевод дейсіздер. Кейін подтвердить етесіздер. Суретін салып, выбрать деп суретті саласыздар, подтвердить етесіздер. Кейін бізге подтвердить еткеннен кейін бізге ақша түседі.
подтвердить еткеннен кейін сіздерге сообщение келеді чат деген жерге. Ең біріншісінде тұрады. Соны ашасыздар да мынандай көк болып шығады. Сол көкті басып алдым деп ол подтверждение береді. Успешно завершена деп келеді. Кейін уже келгеннен кейін осындай сообщение болып тұрады. Келгеннен кейін енді біз юанға айналдырамыз. Ол үшін пополнитті басасыздар. Exchanger money. Все вариантын таңдайсыздар. Енді екіншісін таңдайсыздар. Вывод через электронные деньги деген. Себебі бізде Alipay осы екіншісінде тұрады. Alipay таңдап қоясыздар. Кейін вмз-ны таңдайсыздар. Кейін сіздерде 24-те 60 түскен еді ғой. Әртүрлі түсуі мүмкін. Сол үшін, мысалы 24-те 60 болатын болса, одан азырақ іздейсіздер. Бұл покупкадан алмайсыздар сіздер. Енді продажадан аласыздар. Себебі вмз-ны сатып, юан аламыз біз. Сол үшін біз жазамыз 23 деп. Содан азырақ болу керек. 23-ке 137-де 06 келеді екен. Сол біріншісін аласыздар. Алғаннан кейін осындай сообщение келеді. Подтверждение беру үшін. Сіздерге де келеді. Код келеді. Егер келмейтін болса, другие способы деген бар. Соны басасыздар. Сол жерде өзіңіздің номеріңіз тұрғаны бар ғой, соны басасыздар. Сіздің өзіңізге сообщение болып келеді. Коды мына жерден көресіздер. Не келді маған? Сағатына қарайсыздар. 21:76. 21:76. Осылай шығады. Ой, успешно вошли деп. Кейін сатып аласыздар. Мына жерге өздеріңіздің аккаунттарыңызды жазасыздар. +7 емес 7-ден басталады. Мына жерде дұрыс жазылған. Сіздер өздеріңіздікін жазасыздар. Английский жазылады. Мына жерге емейліңіздер өздері шығады. Продать дейсіздер. Кейін сіздерге түседі. Түскенде Alipay'дің өзіне кіресіздер. Сообщениялар келеді. Осы жер сообщение жеріне кіресіздер. Сообщение болып келіп тұрады сізге. Сообщениялар болып келіп тұрады. Соның ішіне кіресіздер. Кейін баланстан да көрсеңіздер болады. Осы жерде жазылып тұрады. Видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басып қойыңыздар. Тағы видеолар қоятын боламын.